Ассалаумағалейкум достар, бүгін біз Blurry Show ойынында өзіміздің алғашқы видеомызды түсіретін боламыз. Біздің YouTube'қа жасап жатқан рубрикамыз қазірше Бомждың өмірі деп аталады. Бұл рубриканың мақсаты бомждан байға деген сияқты. Мен видеоны Yellow серверден түсіруді жөн көрдім. Yellow серверінде бізде 18 левел аккаунт бар екен, бірақ бұл аккаунт сток деп айтсақ та келеді. Енді біз водолаз жұмысын істеу үшін автошколаға барып өзімізге водный транспортқа право алу керек болды. Мен правительстводан право алу жөн көрдім, бірақ лицензиясетте жоқ екен, сондықтан автошколаға келіп право алуды жөн көріп тұрмын. Амал жоқтан енді қазір ішіне кіріп правоны тапсырып шығу керек. Право тапсырардың алдын өзіміздің штрафтарды төлеп алу керек болды. Штраф төлейін дегенім қуаныш бар, штраф жоқ екен. Енді соңынан кіріп правоны тапсырып шығу ғана қалды. Короче, мына бомағыр жерден келіп, бұрылмайтын қайық па, нендеп бәле тұрып қаласың мына жерге. Бұның өзі проблема болды. Әне-міне жүріп, праванты тапсырдық әйтеуір. Енді ар жаққа қарап жұмыс істеп дами беру керек. Шыға салысымен скутерімізге отырып, короче, водолаз жұмысын істейміз ғой. Қазір көресіңдер. Бағана мына жерге келатып біреумен қырылып қалғансың ғой. Атыспашақ болып қырғын болып кетті. Қой деп қашып кеттім. Тақыр басқа келіп задайнап кетеген спидияқтан пайда қылып. Мынандай нәрсе болып тұр ғой. Әр ютубер бастағанда өзінің ютубта жолын бір рубрикамен бастайды. Сол рубрикада өзінің жететін целі болады. Мен сол цельді не істерімді білмей, сендерден сұрағым келіп тұр енді. Сендер өздерің ойларың комментарийға жазып кетіңдер. Яғни, енді сразу технический центр казино емес, жай ғана мысалы низкийдан машина алсаң, ендігіді среднийдан, одан кейін высокий деген сияқты. Одан кейін дом, скин анау мынау деген сияқты. Соны жазып кетіңдер, мен өзім комментарийдан қарап, қайсысы тиімді, қайсысы қол жетімді деген сияқты өзіме ұнағандарын теріп жазып, ендігі екінші серияда список шығаратын болам. Сол списокпен ар жаққа қарап өзіміздің цельдерге жете береміз ғой. Әңгіме сондай болып тұр, короче. Соны комментарий жазып кетіңдер, давай көреміз ғой ендігіде. Меткаға да кеп қалдық. Инвентардан енді инвентарымызды ашып, өзіміз водолаз киіміз киіп алмаймыз ба? Ар жаққа қарап дальше пока ете беру керек қой, ақша тауып. Болды, қазір күтіңдер, мен ақша тауып келейін. Әніме дегенше жұмысты да бітіріп алдық. Енді кешке осылай істей беріп, бір где-то 2 лемді айтып тұрса керек қой. Қазір көресіңдер. Мына тақыр басымен заттарымды алудан шаршамайым, мен бұған сатудан шаршамайым. 5 сатым сатып, 100.000 рубль тауып алғансың, короче. Пахат ете беріп, 2 лемді айтып тұрсайын қазір. Сендерге әңгіме айтып тұрғанда календарың заттай қап, календарыңыздан бізге қазір не береді екен календардан? 10 бейси берді. Как раз рахмет, әдем болды негізінде болмыз. Осылайша біздің бүгінгі видеомызды аяқталды. Бүгіндікке біз 1.791.000 рубль жинадық. Енді сендердің қолдау болса, 15 лайк болса, ендігі екінші серия 15 лайкта шығады. Жігіттер, сендердің қолдау күтемін. Бастысы арнаға тіркелуді ұмытпаймыз. Және де болашақта телеграм канал ашатын боламын. Оның бәрі екінші серияда айтылады. Келесі кездескенше аман, сау болыңдар.